Достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен бірге мен ойнанырық. Қалайсыңдар, достар? Достар, біз алдыңғы бөлімде осы жерден аяқтаған болатымыз. Егерде достар алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, көріп, лайктарыңды бас кетіңдер. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ал достар, біз кеше осы жерден, дәл осы жерден аяқтаған болатымыз. Бізде қазір 30 000 доллар бар, ал бізде автосалонда машина жоқ. Так. Давай тезірек барайық. Так, бүгін ашық сияқты ғой, адамдар отырып. Так, бірақ бізге ол қызық емес. Бізде екінші күн емес қазір. Бізде 30 000 долларға қандай машина аламыз? Автосалонда машина жоқ па не, достар? Ой, автосалон деппін ғой. Бүгін жоқ па не? Так, онда районға барып алайық, достар. Машинамызды районға барып алайық. Мынауымыз болмай қалды ғой, болмай қалды ғой. Так, осы жақтан машиналар ала берейік өзімізге. Ал, давай, братан, 8800 дейді, давай. 8700-ге берсе, давай, родной. 8800-ге хотя бы берші. Все болды. Так, машинамызға отырып алайық өзіміз. Бұл біздің машинамыз ғой, так. Давай, кет. Давайте, достар, сіздер арнаға тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар. Сол кезде 500 подписчикке азақ қалады. Бізде қазір 200 подписчик, яғни осы видеомыз жақсы просмотр жинап жатыр. Бұны мен 17 сағат бұрын ғана салғам. 17 сағаттың ішінде біраз просмотр жинап. Тоқтаңдар. Так, бізге бұны емес, давай, мына BMW-ны көрейік. Осы BMW так бізде 21 000 бар. Ойбу, 29 000 деп тұрады. Қымбат қой машинаң. Ладно, біз мынаны ала берейік. Қаншаға береткенсің? Бізде что-то қызыл машиналар болып кетті ғой. Давай 600-ге берші. 600-ге бер, 600-ге. Все. Так, бұны автосалонға жібере береміз. Ал, давай, мына ақ машинаңды қаншаға бересің? 12 000 дейді. Давай, 12 000-ға берсей. 12 000-ға бер. О, болды. Смело, қазір осы машинамен барамыз. Давай, мына жібере салайық автосалонға. Ал, ендеше осы машинамызды айдап барайық. Давайте қазір біз қазір трассамен баратын болсақ, біраз уақытымыз кетіп қалады. Сол үшін жолды қысқартып осы жолмен жүріп кетейік. Давай, ал тез машиналарымыз сатып. Давайте, достар, бүгінгі бізде челлендж болсын. Осы видеода біз 100 000 долларға жетуіміз керек. Мен машиналар бірінің үстіне бірін қойып тастапты, және де достар, бұл қараңдаршы, бұл сәйкестік пе? Мен қараңдар, менде тура осындай машина, мынада да осындай. Бұл менде ақ болса, мынада да ақ. Еще және де мына жерде екі қызыл туп-тура бірдей машиналар, бірақ жылдары походу ескі. Мысалы біреуінікі түспейді. Давай, онда мынаны жүріп көрейік осымен. Осымен түсетін жары. Давай, түспей қойсын, достар. Жоқ. Негізі түспейтін болса жақсы еді. Так, бірден екеуін қойып жіберетін. Давай, осылайынан қойып жіберейік. Так, машинамызды қаншаға қойып? Машинамызды давай сатып жіберейік. 8800-ге алдық. Достар, бұл емес. 8600-ге алдық. Давай 10500-ге, давай 10500-ге кет. Давай 12 000-ға алдық, ал біз бұны 16 000-ға сатып жібереміз. 16 000-ға. Так, 10500, 16 000, Так, машинаңды 11 000-ға береткенсің, бірақ родной, менде 940 доллар бар. Ешқандай машина сатып ала алмаймын. Оның аяқта чөзі. Тяги, бархатные тяги болып отыр, аяқта не болып отыр? Қандай машиналар бар аукционда? Достар, Porsche. Достар, қараңызшы. Қаншаға дейді? Миллионға беріп отырмын мына жерде. Жоқ, миллионға емес, 100 000-нан беріп отыр екен ғой. Мына Porsche алсақ қой. Ал, тоқташы, мына жерде қандай машина бар екен, көруге бола ма? Олай көре алмаймыз ба? Жоқ, көре алмайтынымыз. Көре алмайды екенбіз, өкінішке орай. Так, Porsche кімдікі болады екен, достар? Бұл жерде BMW-лар 7 000-ға алған ба, осында налынаны 73 000-ға алыпты.
Мынаны канча калды соммен? 154 мың калды мына жерде де. Ой, бул жер кызыксыз го аукцион. Аукционда негизи машиналар табууга болот, бирок өзүң ойлогондой машиналар табуу кыйын. Және де ол жерде көп адам бәсекелестик болот, ошол үчүн акча көбүрөөк болот. Бизге азыркы аукцион керек эмес. Так 16 мыңга койгон болотмуз, ал давайте так 15 мыңга дейди. 15 мыңга. 15 мыңга. Сен 15 мың дейсиң, сен де 15 мың деп турсуң. 15 мың 490 теңге деп турсуң. Давай саган 15 мың 900ге алып кетчи. 15 мың 900ге өттү, анабыз 10 мың 500. Так 10 мың 500 болгон. Так 8 мыңга дейди. Биз так давайте 9 мың 500ге алып кетиңдер. Болду, өттү го, машинамыз өттү. Так Audi RR мана. Кандай машина? Давай машиналарыбызды тез сатып жиберик. Бизде азыр канча акча бар экен? Барып машина алып атак. Осылайна сразу давайте машинамызды сразу коюп жиберик. Давай 10 жок 11 мыңга коелук. Ойбай, не жазып кеттик биз достор. Так 11 мыңга кете бер, давай. Бизде азыр 26 мың бар. 26 мың. Ар жакта машиналар жок сыяктуу азыркы. Давай районго барайык дагы да. Ал районда кандай машиналар бар экен? Так. Давайте жигиттер, кандай машиналарың бар? 26 мыңга машина алып кетсек. Так мына жактарда азыркы машиналар жок. Давай. Достор, давайте арнага тиркелип лайктарыңды басып кетиңдер. Так, давай. Так 8100ге дейт. 8000га бер. Так 8090 теңге. Ойбай, 890 ысынып жүрүппүз го. 8090. Болду. Ал, давай. Опа, биздин мына жерде ВМ турган. Давайте достор, бизге тезирээк кыймылдайык, себеби азыр биз бүгүнкү осы серияда биз так 13 мың дейт. 13 мың 200ге бермейсиң ба, родной? Всё болду. Так. Бизге азыр 5 мың 40 теңге бар, 5 мыңга явно машина ала алмайбыз. Ошон бизге достор, бизге көбүрөөк азыр 100 мыңга жетүү үчүн, осы видеода 100 мыңга жетүү үчүн бизге тездетип кыймылдау керек, және де машиналарды көбүрөөк алып, кымбатка сатуу керек. Сол кезде 100 мыңга тезирээк жетип, бай болотун боламыз. Ал, давай, так. Не болуп кетти? Токтоң, бүйтүп түсүп жүрмөйүн. Давайте. Блин, не истедим? Мен машиналарды соктум го. Машиналарды согуп абдан кыйраттым, мен не истедим? Так, мен буну канчага койдум, жигиттер? Мен буну 11 мыңга коюпмун. Так, давай. 11 мыңга ким алып кетет десек, 8300 дейди. 8100 дейди. Мынаны кайтарасоо керек беле. 8200 дейди. Давай сагын сынып көрүк. 9900 алып кет, давай. Жок, 99 мың сынып жүрдүк. Жок. Керек эмес сен. Давай 9900ге. Болду го, смело алып кетти го, смело. Бирден алып кетет го машина. Так 13200ге алып, давайте буну 18 мыңга давай достор, 18 мыңга үстүнө 5 мың кошуп жибердик го. Так, чё за машина да? Кандай машина? Так, не машина? Билбейм достор. Бизде капкара го, капкара цвет. Давайте кара цвет өтөм экен. Кара цветimiz клиенттерге өтөм экен. Көрүйүк ал эндеше. Сразу екі адам келе қалды го. Ондай ВМДен таппайсыңдар. Ондай ВМ таппайсыңдар сендер. Так, 11 мың. Давай 17 мың. Жок. Жок. 16 мың алып кетіңдерші хотя бы, достар. Клиенттер оның... Блин, алар достар алмайды ғой.
Да, алсаң 15.500. Достар, біз 1000 теңгеге сатып жібердік, достар. Жоқ, машинамызды арзанға сатып жібердік. Достар, біз оны 12.000 алған машинамыз. 1000 теңгеге кетіп қалды ғой. 1000 теңгеге кетіп қалды ғой. 1000 теңгеге, 1500 теңгеге кетіп қалды. 1500 теңгеге. Минусқа кірдік қой. Бізде 26. Жоқ, родной, менде ондай ақша жоқ, ала алмаймын, кешір. Достар, не істедік біз? Не істедім мен? 1000 теңгеге, 1500 теңгеге сатып жібердім. 10.000 алып, 10.000 емес, 12.000 алып, 1500 теңгеге сатып жібердім. Достар, ойын кезінде дұрыстап басыңыздар, әйтпесе асықпай ойнаңыздар, әйтпесе сіздер де мен сияқты. Өйстіп асығып жүріп, машиналарыңыз қымбат машинаны алып, арзан машинаға сатып жібересіздер. Сол үшін де байқаңыздар, достар. 16.000 мен не аламын мен. Давайте онда бір ұйықтап тұрайық, ар жақта машиналар шығатын шығар, иә. Ондай ендеше ұйықтап шығайық. Достар, көңілім түсіп жатыр. Ана машинаның ана машинаға 95.000 қойып, 9500 все. Бізде қазір 25.000 бар. Достар, ана машинамыз 15.000-ға сатқан кезде біз может $40.000 болып, бізде қазір плюста тұрар едік. Біз қазір вообще қазіргі екінші видеомызды бастаған кезде 30.000 болған, бізде қазір 25.000, вообще минусқа кіріп кеттік қой. 5.000 теңге минусқа кіріп кеттік. Так, ана жерде тут же тұр ма? Чё за тяги, бархатные тяги, так. Чё за вемблар тұр? Соска вемблар тұр. 25.000-ға дейді. 25.900 дейді. Давай 25.000. Давай 25.000 өзіне берсей. 25.000 өзіне алып кетті. Давайте енді бұны біз 60.000-ға қойып жібереміз. 60.000-ға. Или 50.000-ға. Жоқ, 54.000-ға қояқшы. 54.000-ға. Біз бұны 25.000-ға алдық. Ал енді давайте 54.000-ға. Так, Макларен келді алдыңғы видеодағы Макларен келді ма, не болды? Мәні қара түтін деген тек әбден қатып жүрген сондай бола ма? Так, біз бұны 54.000-ға қоямыз. Давай 54.000-ға кетті. ФМБ E60 дейсің ғой. Так, 1 миллион дейді. 1 миллион ақшам жоқ менде, $990 бар. Егерде достар, бізде қазір осы машинамыз 54.000-ға өтетін болса, біз қазір плюсқа кіріп кетеміз. Яғни алдыңғы вембіміз бар ғой, 1500-ге сатылып кеткен, оның орнын толтыра аламыз. Так, 36.000 дейді. 48.000-ға алып кетіңдер. Жөратын 36.000-ға бере алмайым. Үстіне 10.000 қостыңдар, мен сендерге бере алмайым. Мен бұны қымбатқа сатам. Қымбатқа. Давай, қанша алып кетесің, родной? 33.000 дейді. 33.000 демес, давай 48.000 алып кетсек, 48.000-ға, так, 47.000-ға, 47.000-ға қойықшы қазір келген адамдарға. Жоқ. Қазір келген адамдардың бәріне 47.000-ға қоямыз. Или мен бұны бекер сатып алдым ба, бірақ негізі қазір қымбат қалсаң, қымбатқа сатуға болады да оларды. Так, 34.000 дейді. Давайте 46.000 алыңдар, 46.000-ға. 46.000 алмайсың да, жоқ. Кете бер. 46.000 алмайсың. 30.000-ға ешқандай. Бұнда машинаны 30.000-ға бермеймін мен. Мен бұны 46.000-ға сатам. 54.000-да қойын. Қанша сонда? Так, 8.000 доллар түстім. 8.000 доллар. Давай, клиенттер үшін 8.000-ға түстік қой. 35.000. 46.000. Достар, алдыңғы видеода комментарийіне жазып кетті, жалғасын түсірші деп, сосын тағы да бұл ойынды қалай жазады деп. Достар, бұл ойынды сіздер Play Marketке кіресіздер, яғни кәдімгі әр телефонда Play Market болады, соған кіріп поисктан жазасыздар. Car for Sale Simulator деп жазасыздар, или Car for Sale Simulator деп жазасыздар. Содан кейін сіздер оны бірінші тұрғанда скачать етесіздер. Так, бұны қанша... Ойбай, мен 10.000-ға қойып отырмын ғой. Так, 40
46 мыңға. 46 мыңға қойдық қой, жоқ. Неге арзанға келіп жатсыңдар, жігіттер? Неге арзанға келіп жатсыңдар? 46 мың емес, давай 43 мыңға. Давай 43 мыңға кетші. 43 мыңға кетпесе білмеймін енді. Все, 43 мыңға өтті енді әйтеуір. Жоқ, аламаймын. Менде қазір 43.990 долларым бар. Бізде одан біз қазір автосалонға қандай машиналар аламыз? Біз әлі біз қазір минуста сияқтымыз менің есептеуім бойынша, себебі бізде оймасағанда 30 мың болды, яғни біз қазір 43 мың бар. Біз қазір минуста тұрмыз әлі де. Яғни біз қатты минустамыз, енді бір 5 мыңдай сондай бір минуста тұрмыз, себебі ана машинамызда 1000 теңге 33 мыңға дейді. 33 мың. Давай 33 мың 200-ге өрш. Жоқ, арзанысын қойдық. 33 мың 500. Болды. Dodge біздікі. Бізде 10 мың бар. 10 мыңға біз хотя бы давайте бір машина 11 мың дейді. 10 мыңға бере алмайсың ба, родной? 10 мыңға бермейді бұлар 10 мыңға бермейді. 9200 дейді. Давай 9100. Или 9000 өзінің ұсыну керек еді. Жарайды. Бізде қазір видеомыз 16 минутқа дейін созылып отыр. Давайте 20 минутқа дейін ойнатсақ, қазір тағы да бір 4 минут. Достар, біз 100 мыңға жете алмай қалдық. Егер осы доджемізді өтеді, может додже арқылы біз 100 мыңға жетуіміз мүмкін, достар. Әлі де ертеден беріле салмаймыз. Бұл доджені біз 33 мың қалдық. Давай 65 мыңға кетті. 65 мыңға. 9100 емес, 11 мыңға кетті. Жоқ, давай достар 13500-ге қойықшы. Алдыңғы машинамыз бар ғой, алдыңғы машинамыздың орнын толтыру керек. Яғни Вембаның орнын толтыру керек бізге. Ар жақтан немене? Ар жақтан бак болып отыр ма, не болып отыр? Қызыл болып отыр. Так. Опа, деп дрифт авайт етіп кіреміз ғой. 7 орындықты машинамыздың өзі. 55 мыңға дейді. Біз бұны қаншаға қойдық, достар? Біз бұны 65 мыңға қойдық бізде. 10 мың теңге түсіп тұрсын ба? Давай 63 мың алып кет. Все, өтті. Бізде 64 мың. Бізде 64 мың бар. Біз машинамыз қоймаппыз ғой. Бізде 64 мың бар. 64 мың болса, 64 мың... Біз әлі де минустамыз да, достар, сонда қалай түсінбей қойдым бар ғой. Мынау машинаны қаншаға 13500-ге смело алып кетем дейді ғой. Біздің ағамыз 15 мыңға қою керек еді онда. 84 мың дейді. Менде 77 мың араны. 84 мың. Аламайым. Бізде 77 мың бар, достар. Бізде 100 мыңға жету үшін небәрі 23 мың қалды. 23 мың, давайте онда қазір, может, біз 2-3 минуттың ішінде, может, тағы да 23 мың тауып, мүмкін 100 мыңға жетіп қалатын шығармыз. Давайте. Бізде қазір қандай машиналар қалыпты? Вемба. Сынар жақта тағы бір Вемба болды. Тек қана Вембалар қалыпты. Біз, достар, біз мұнаны 40 мыңға көрдік. Давайте енді мынаны көрейік. 20 мың дейді жөр, аламайды кеміз. Біз мұнаны 40 мыңға көрдік, яғни 42 мыңға көрдік. 42.500-ге. Все. Бізде 35 мың бар. Машиналарымызды аламыз, сатамыз қазір. 11 мың бар, 11.400. Все. Бірден сатып жібереміз ғадық. Так, бізде қазір қанша ақшамыз қалды екен? Біз бұны 40 мыңға алсақ, біз бұны 70-80 мыңға дейін қойып 100 мыңға толтыра аламыз, достар. Давайте онда қазір 100 мыңға, давайте онда осы 2 Вембамыздың сатылғанын күтейік, сонымен видеомызды аяқтайтын боламыз. 100 мыңға жететін шығармыз, Так, 42.500 бар. Бұны қаншаға қойып? 75 мыңға қойықшы. 75 мыңға қойсақ,
Так, бізде 20 мың бар, 75 мың мен 90 болады. Сосын бананы бір 10 мыңға сатып жіберсек, бір 14-15 мыңға сатсақ, болды 100 мыңды құрайды. 100 мыңды құрайтын болады. Ал, давай, машинаны сатып жіберейік бұны. Так, қанша қалдық? 11 мың қалдық ба? 15 мың, давай. Алсаң да, алмасаң да 15 мың. Давайте, бірден адамды клиенттер келе қалды. Давай, родной, 55 мыңға дейді. Жөр, родной, 69 мың алып кетті хотя бы. Жоқ, бере алмайым 55 мыңға. Арзан 12 мың дейді. 14 мың. 14. Или давай 13 мың 600. 13 мың 600. Неге алмайсыңдар? 13 мың алшы хотя бы. Бұл бағанадан бері сөйтпейсің ба? Так, біз бұны қаншаға қойдық деді достар? 75 мыңға қойдық, Сонда біз бұны максимально 70 мыңға дейін сырамыз. 69 мыңға. Достар, біз 69 мыңға сатып, біз 105 мыңға жеттік. Не деген супра мынау. Ал, давай, так, бізде 105 мың 990 долларымыз бар. Достар, бүгінгі челлендж орындалды. 65 мыңға дейді. 65 мың. Давай, 65 мың 200-ге берсейсіз, смело ғой. 65 мың 500 дейді. Ладно, 65 мың 500-ге. Яғни бізге вообще вариант қалдырмады ғой. Жарайды, ладно, ала салайық. Біз бұны 65 мың қалдық, Бізде қазір 40 мың қалды. Достар, біз жаңағындай 100 мың долларға жеттік, яғни челлендж орындалды. Ал ендеше видеоны осы жерден аяқтайтын боламын, достар. Ал ендеше арнаға тіркеліп, лайктарыңды басып отырыңдар. 500 подписчикке жетік. Бізде қазір 200 подписчик. 500 подписчикке, сосын 1000 подписчикке жетік. Ал осы Супраны келесі видеода сататын боламын. Ал ендеше достар, сау болыңдар, келесі кездескенше. Сау болыңдар.